Баршаңызға сәлем. Самаурын және қазақтың шай ішу дәстүрі. Жобамызбен таныспас бұрын, арнамызды қолдап, лайк басып, қоңыраушаны белгілеп тіркеле кетіңіз. Кіріспе, қазақтар үшін де шай ерекше сусын деуге болады. Алғаш қазақ даласына шай келе бастағанда, онымен қатар жез самаурыны келгенде, оны аса жақтыра қоймаған. Тар шалбар бешпен шықты қынамалы, жігітке шапан киген ұнамады, сары жез самаурыны тағы шықты, мәшине шүмегі бар бұрамалы, төсектен ерте тұрып бас ауырса, өтенем шайдан басқа сұрамады. Әбубәкір Кердеріұлы. Зерттеудің мақсаты қазақ жеріне етене еніп сіңіп кеткен самаурын бұйымының келу және пайда болу тарихымен таныстыра отырып, қазақтың самаурынмен шай ішу дәстүрінің қалыптасуының сырын айқындау, оның өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты сипаттау, пайдалы мен зиянын зерттеп, танып білу. Самаурынның қазақ даласына келуі. 19 ғасырдың бас кезінде Ресейде жасалған самаурындардың таралуымен шай жылдам дайындалатын болып, шай ішу бұрынғыдан жеңіл қолайлы бола бастады. 1836 жылы Бұхарада болған Виткевич жергілікті дүкенде орыс самаурындарының көптеп сатылатынын баяндайды. 19-20 ғасырлардың ширегінде самаурынды шайханалар оңтүстікте көптеп таралды. Бұрынғыдай сүт, тұз, май тағы басқа қоспасы жасалған шайдың ендігі бұл түрін қазақтар сол кезден бастап қазірдің өзінде қара шай деп атады. 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басынан Хорезм, Бұхара, Самарқанд, Ташкент өңірінде шайдың бір түрі көк шай ішу орын алды. Шайдың қазанда, шәугімде немесе самаурында қайнатылуы әр аумаққа шайдың келіп таралу тарихынан мәлімет береді. Әуелі 19 ғасыр соңынан Бұхара арқылы оңтүстік сыр бойына самаурын жаппай тарала бастады. 20 ғасырдың бастапқы ширегінен Ресей арқылы Қазақстанның батыс және солтүстік өлкелерінде самаурынмен шай ішу кең таралып, кейінірек орталық және жетісу өңіріне таралады. Самаурынға қатысты қызықты жайт. Этнограф жазушы Сейт Кенжеахметұлының Қазақтың дархан дастарханы атты кітабында осы самаурынға қатысты қызықты деректе кездеседі. Онда самаурынның даламызға келуіне қатысты қызықты жайт жазылған. Академик жазушы Сәбит Мұқановтың айтуынша, солтүстік Қазақстан жаққа алғаш самаурын алдыртқан белгілі бай Есеней екен. Бірақ оны қалай қайнататынын білмей, көрші ауылдан бір орыс алдырып, оған самаурынды қайнату жолын көрсеткен үшін ақысына бір жылқы беріпті. Бірақ ырымшыл Есеней шүмегі төмен қарап тұр екен, елді төмен қаратпай қоймас деп, самаурынның шайын ішуден безген екен деседі. Расында да бұрын соңды қолданылып келген қазақ даласындағы ыдыстардың аузы мен шүмегі әрқашан жоғары қарап тұрған. Шыңжаңнан Алтай аймағы мен Баян-Өлгей аймағының ауыл тұрғындары әлі де қазандағы суға сары шай, зеленый прессованный тұз салып қайнатып, содан соң сүт қатып, шәугімге қотарып құйып, ожауымен кесеге құйып, шай қасықпен сары май салып ұсынады. Ал шайға талқан, түшпәрә, құйрық май, сүрет қосып дайындау әлі де бар. Қазақ жеріне шай дәстүрі үш тараптан, атап айтқанда оңтүстіктен, шығыс Түркістаннан және Ресейден тарады. Қазақстанның батыс және оңтүстік өлкесінде түптегі ресейлік самаурынмен шай ішу келсе, шығыста жоңғариялық немесе қашқариялық тәсіл қолданып келді. Сүт, қаймақ қатып, тұз, май қосқан шайдың орнына қазіргі кезде соның сарқыншағы дерлік сүтті шайды ғана тұнып келеді. Алайда самаурынмен бірге қазақ тұрмысына поднос, түрлі кеселер, шай қасық, шыны стакан сияқты ыдыс түрлері де дендеп енді. Әдетте шығыс халқының көне жазбаларында шай туралы: шай ғажап сусын, ішсең рухың көтеріледі, шашасаң тынығасың, бойың жеңілдейді, басыңа жаңа ой келеді, ұғымдылық пайда болады, өмірде кездесетін қиыншылықты жеңетін қуат береді деп жазылған. Шынында да бағзы заманнан бері халық шайды қастерлейді. Қонақ келсе ең алдымен самаурын қойып шай береді. Бұл туралы белгілі этнограф және археолог Терещенко өзінің этнографиялық жазбаларында: қазақ халқы да орыс халқы сияқты үйге келген қонағын алдымен шай береді екен. Оның кім екеніне, қай уақытта келгеніне қарамастан, қонаққа арналып самаурын қойылып, шай мәзірлері дайындалады. Тіпті өздері шайды жаңа ғана ішіп болған болса да, қонақпен бірге отырып, тағы да шай ішеді деп атап көрсеткен. Кейбір көне жазбаларда ежелгі гректер мен римдіктердің самаурынның арғы атасы саналатын су қайнататын, өзі пісіретін құралды пайдаланғаны туралы айтылған.
Бұл төрт бұрышты қос қабырғалы ортасы тесік темір ыдыс болыпты да аптесса деп аталыпты. Қабырғалардың арасына су құйылып, ортасындағы тесікті отын салып суды қайнатқан. Жанып жатқан отты құпты пайдаланудың амалы ретінде аптесса оттығының жоғары жағына 3 аяқты темір ошақ орнатып, оның үстіне әдейі ыдыс қойып, онда тамақ пісірген. Қытай деректері өздеріне көшпелілер арқылы таныс болған хого, яғни ыстық қазан деп аталатын, ішінде шоқ салатын ұңғысы бар шошақ бітімді ыдыс түрін атайды. Ортасында шоқ салатын жері бар айналы сұйық құйылатын ыдыс еді. Осы ыдыс түрі жоғарыда айтылғандай шайдың таралуымен бірге шамамен 14-15 ғасырдан бастап ең әуелі Хиуа, Бұхара өңірінен келіп, кейінірек оған кәдімгі шәугімдегідей шүмек орнатылған. Ағайынды Лисициндердің самаурыны. Алғашқы самаурынды Тула қаласының қару-жарақ зауытының шеберлері Лисициндер жасапты. Олар 1778 жылы үкімет орындарының рұқсатымен жеке меншіктегі зауыт ашып, одан самаурын жасап шығара бастаған. 1840 жылы Тулада Баташев, Балашевтарда самаурын зауытын ашқан. 19 ғасырдың екінші жартысында тек Тула қаласының өзінде самаурын шығаратын 50 шеберхана болған. Оны жасау өте күрделі жұмыс болыпты. Біреуін жасау үшін 12 тетік істеледі екен. Сондықтан бір шебердің бір айда формалы самаурынның 5-еуін немесе қарапайымның 10-ын ғана шығару мүмкіндігі болған. Тула қаласындағы самаурын музейі. Бүгінде Тула қаласындағы өлкелік музейдегі коллекцияда 8000 самаурын бар. Оның ішіндегі ең көне және кішкентайына 1 стакан ғана су сияды да, ең үлкеніне 50 литрлік су құйылатын болып жасалған. Тіпті одан да үлкен самаурын түрлері болған деректер айтады. Әрбір шеберхана өз бұйымының бағасын асыру мақсатында самаурынды неше түрлі пішінді үлкенді-кішілетіп шығаруға тырысқан. Түрі жағынан бөшке, цилиндр, алмұрт, бәйшешек, әтеш, құмыра, тіпті паровоз тәрізділері де болған. Жанұяда дастархан басында шай ішуге, жолға шыққанда алып жүруге, ресторандарда қойылатын сыйға тартуға арналған самаурындар да болған. Қазақтың шай ішу дәстүрі. Қазақстанда шайдың және шай ішу рәсімінің кең етек жаюы 19 ғасырдың екінші жартысында орын алды. Оның негізгі таратушысы Ресей әкімшілігі еді. Шай алдымен қазақ қоғамының ақсүйектері, хан, сұлтандар арасына таралды. Содан кейін тауардың арзандауы, көшпенділердің өмір салтының өзгеруі қарапайым халықтың арасына таралуына әкелді. Қазақтардың отырықшы тұрмысқа көшу және орыс самаурындарының таралуы көшпенділер арасында шайдың кең етек жаюына алып келді. Орыс самаурыны тұрмыстық ыдыс қызметін ғана емес, әлеуметтік қызметті де атқарды. Уақыт өте келе қазақтардың шай ішуі рәсімге айнала бастады. Қонаққа деген құрметі шайды кім және қаншалықты құйғанына байланысты ажыратылатын болды. Егер шайды кесеге толтырып құйып беретін болса, сіз шақырылмаған қонақ ретінде қабылданасыз. Шайды аздап, жартылай немесе кесенің түбіне құятын болған. Қазақстан үлкен ел және шай ішу рәсімі әр өңірде әртүрлі. Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарында алдымен сүт құяды, содан кейін барып шайды құяды. Атырау, Маңғыстау облыстарында, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстарының оңтүстік-шығыс бөліктерінде шайды кішкене кеселерге құйып береді, ал басқа өңірлерде орташа немесе үлкен кеселерге құяды. Емдік қасиеті: шай жапырағының шырынымен немесе ұнтақталған үгітілген кепкен шаймен дененің күйген жерлерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнығанды басуға жақсы көмектеседі. Көк шайдың қою тұнбасы денедегі сыртқы жараларды тіпті жүйелі пайдаланған жағдайда асқазан, аш-жек жараларын жазады. Көк шай тұнбасы қан қысымын түсіреді. Шайды тілі қойылғанда, экземаға, теріге, жарақат түскенде іріңді жараларға ем ретінде қолданады. Таңертең және кешкі уақытта тіс тазалар алдында шай тұнбасымен ауызды шайса, тістің түбі нығаяды. Ол жүрек, көк шай тамыр ауруларына, әсіресе қан тасу мен атеросклероз сырқатын емдеуге шипа. Адамдардың ерте қартаюына, әжімнің ерте түсуіне ағзада дәрумендер мен микроэлементтердің аздығы басты себеп екендігі белгілі. Ал көк шай құрамындағы поливитаминді бұл жағдайда ынталандырушы құрал ретінде емдік, профилактикалық мақсаттарда сәтті қолдануға мүмкіндік мол. Тұнба құрамында алкалоидтер мен дәрумендер болғандықтан оның алкогольге қарсы күші де бар. Қытай, Жапон елдерінде көк шай жоғары бағаға ие. Қорытынды: Шай қазақ халқына 19-20 ғасырларда орыс халқымен тығыз байланыс жасаудың арқасында келді. Қазіргі уақытта ол біздің тұрмыстық жағдайымызға әбден сіңісіп кеткен бұйым десек те болады. Зерттеу жұмысымызда біз самаурынның қазақ даласына келуі туралы, оның пайда болу тарихы жайлы кеңінен білуге тырыстық. Осы самаурынның келуімен қатар қазақтың өзіндік шай ішу салтының да қалыптасқанын көруге болады. Қорыта айтқанда, қазақтың ұлттық сусыны шай адам денсаулығына қажетті сусын болса, самаурын тұрмыстық салтымыздың бір бөлшегіне айналған
бұйым болып қалды.